Қадыр Баспағұлы Тайшықов, қазақ жазушысы, аудармашы, сатирик және музыкант. Ол 1900 жылы Павлодар облысының Баянауыл ауданында Қызылтау өңірінде дүниеге келген. 1926 жылы Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетіне түсіп, 1928 жылы әкесі баспақ, бай әрі би болғандықтан Қадырдың зиялылығы Орта Азия университетінен қуылуына себеп болады. Сонымен қатар ол Николай Гогольдің «Өлі жандар», Дмитрий Фурмановтың «Чапаев» романдарын және Антон Чехов, Михаил Кольцов, Михаил Зощенко сынды орыс жазушыларының шығармаларын қазақ тіліне аударған. Қадыр Тайшықов 1928 жылы еңбекші қазақ газетінде әдеби қызметкер болып жұмыс істеді. Кейін 1932 жылы оңтүстік Қазақстан газетінде қызмет атқарды. 1933-1937 жылдар аралығында Қазақ мемлекеттік баспасында редактор болды. Жазушының шығармалары Мөлтен, Бұйрас, Қапсыңқа деген бүркеншік аттармен жарияланып тұрды. Оның 1935 жылы Күлмеске не атты сатиралық жинағы, ал 1936 жылы Октябрь ұшқыны атаулы кітаптары жарыққа шықты. Музыка саласында да еңбегі бар Тайшықов Тасқын атты күйдің, Партизан жыры, Полканы, Комсомол әні секілді ән мәтіндерінің автор ретінде танымал. Өкінішке орай, қазақтың сатирик жазушысы Қадыр 1937 жылы саяси қуғын-сүргіннің құрбаны болып өмірден ерте өтті.